Сәлем достар! Бүгін TikTok пен YouTube'да вирусқа айналған шоколад қабығындағы қызыл бархат тортын жасап көреміз. Бұл торт қазір Түркияда және Ресейде TikTok пен YouTube'да нағыз хит болып жатыр. Мен оны Қазақстанда бірінші болып дайындап көруге бел будым. Рецепті сақтап, міндетті түрде жасап көріңіз. Бұл десерт жақында бізде де нағыз трендке айналары сөзсіз. Алдымен қызыл бархат бисквит қамырын жасаймыз. Ол үшін қолданатын барлық өнімдеріміз міндетті түрде бөлме температурасында болуы керек. Ал кеттік. Жұмсақ сары майға тұз, қантты ұнтақ және ванильді қантты қосып, миксермен 5 минуттай араластырамыз. Майымыз ағарып, кремге ұқсас болуы керек. Енді жұмыртқаны біртіндеп қосып, әр қосқан сайын миксермен жақсылап араластырып отыруымыз керек. Барлығын бірден қоспаймыз. Осылай біреуін қосып, толық араластырып, сосын екіншісін қосып, толық араластырып деген сияқты барлық жұмыртқаны қосып алған соң, електен өткізілген ұнның жартысын, міндетті түрде електен өткізілген какао, сода және қамыр қопсытқышын қосып миксермен араластырып аламыз. Тағы да ұзақ араластырудың қажеті жоқ, тек ұн ылғалданса болды. Енді бөлме температурасындағы айранның жартысын қосып, қызыл бояуыш қосып, тағы миксермен араластырып аламыз. Артынан тағы қалған ұнымызды қосып араластырамыз. Сосын қалған соңғы айранды қосып, бояуыңыз аз болса, қанық қызыл түске енгенше бояуыш қосып, миксермен ұзақ емес араластырып аламыз. Міне осындай әдемі масса болып шығады. Енді форманы дайындап аламыз. Менде 4 бұрышты 18x18 диаметрлік форма. Астына пергамент қағазын төсеп, оның астынан фольгамен жауып алдым. Енді қызыл бархат қамырын таразының көмегімен 2-ге бөліп аламыз. Менде жалпы масса 1 кг болды. Қазір мына формаға 500 грамм қамырды құйып пісіріп аламын. Бұл пісіп жатқанда қамырдың жартысы бөлме температурасында өз кезегін күтетін болады. Формаға құйған қамырды лопата көмегімен бетін тегістейміз. Бірақ қамырды ортасына емес, шеттеріне, әсіресе бұрыштарына көбірек жіберуге назар аударуымыз керек. Бізге бұрыштары анық түп-түзу торт керек. Енді алдын ала 180 градуста қызып тұрған пешімізде 20-25 минут пісіріп аламыз. Міне толық піскен бисквит саусақпен басып көргенде осылай тығыз болуы керек. Саусақпен басқан жеріңізде саусақ ізі қалып қалса, демек әлі піскен жоқ деген сөз. Міне осындай 2 бисквит болды. Енді алдымен толық бөлме температурасында суытып, сосын пленкамен орап, кем дегенде 2-3 сағатқа тоңазытқышқа салып қоюымыз керек. Сол кезде бисквитті кесу де оңай болады және азырақ үгітілетін болады. Енді құлпынайдан конфитюр деп аталатын салма дайындаймыз. Ол үшін асты қалың кішкентай кастрюль ыдысына құлпынай езбесін және өзара араласқан қант пен жүгері крахмалын қосып, араластырып тұрып қайнатамыз. Және қайнағаннан кейін тағы 30 секундтай араластырып тұрып, отта ұстап, сосын алып тастаймыз. Қатты қою болғанша қайнатудың қажеті жоқ. Себебі бізге оның сұйық болғаны керек. Тортты бөлген кезде құлпынай салмамыз кішкене ағып тұруы керек. Ал енді кремін дайындаймыз. Кремі классикалық крем-чиз. Бөлме температурасында тұрған сары майға қантты ұнтақ пен ванильді қантын қосып, миксермен май ағарғанша араластырып аламыз. Май осылай ағарып, көлемі жағынан да кішкене көбейген кезде кремге арналған сүзбелі ірімшік, яғни творожный сыр қосып, тағы да миксермен жақсылап біріккенше араластырамыз. Міне осындай өте қою, әдемі крем болып шығуы керек. Енді тоңазытқышта бірнеше сағат немесе менікі сияқты бір түн тұрған бисквиттарды пленкадан шығарып, әр бисквитті ұзын пышақтың көмегімен үстіңгі томпиып тұрған жерін кесіп аламыз да, түп-түзу етіп 2-ге бөлеміз. Шамамен 1 см болатындай. Видеода көріп тұрғандарыңыздай алдымен 4 жағынан пышақпен кесетін жерімді белгілеп алдым. Содан кейін сол белгімен абайлап түп-түзу етіп кесіп алдым. Барынша абайлап жасасаңыз, міндетті түрде қолыңыздан келеді. Бұл тортты өте көп адамдар жақсы көреді, себебі шынымен қаншама жүректерді жаулаған торт қой. Өзімнің жолымда дәл осы красный бархат тортынан басталған еді, сонау 2016 жылы. Сол үшін маған өте ыстық тренд болып тұр.
тортта 3 қабат жасау үшін бір бисквитті қолданбаймын, себебі 4 қабат өте үлкен болып кетеді. Қалған бір бисквитпен үстін кесіп тастаған бисквиттерден пирожное картошка жасауға болады, немесе құр өзін-ақ жеп қойса болады. Себебі өте дәмді ғой қызыл барқыттың бисквиті. Ал егер пирожное жасаймын десеңіз, ол үшін бисквиттарды майдалап, оған қалған крем мен құлпынайдан қалған конфитюрді қосып, қолмен бәрін араластырып, домалақ формаға келтіріп, картошка жасай саламыз. Болды. Ол да өте дәмді болады және желініп кетеді. Ал мына 3-4 бұрышты бисквиттен тренд тортымызды жасаймыз. Міне осылай 2 бисквиттен 4 бисквит кесіп алдық. Енді бисквиттерді бір-бірінің үстіне қойып, дәл ортасынан түзу етіп кесіп аламыз. Алдымен бірінші бисквиттің үстіне өте жұқа етіп крем жағып аламыз. Содан кейін кремнен шеттеріне осылай бортик жасап шығамыз. Сосын ортасына да 2 бортик сығып аламыз. Енді құлпынайдан дайындалған салмамызды крем жоқ жерге құйып, бетін екінші бисквитпен жабамыз. Осылай тағы бір қайталап үшінші бисквитпен бітіреміз. Үшінші бисквиттің үстіне кішкене крем сығып, үстін және шеттерін креммен қаптап шығамыз. Бірақ өте жұқа етіп қаптауымыз керек. Тек түзулеп бисквиттің үгітінділерін жабыстырып алсақ болды. Осылай келесі екінші тортты жинап аламыз. Енді бетін пленкамен жауып, тоңазытқышқа 5-6 сағатқа немесе 1 түнге қалдырамыз. Мен 1 түнге қалдырдым. Міне осындай болып шығады. Енді сыртын қаптайтын шоколадымызды дайындап аламыз. Менде Калибаут сүтті шоколады. Микроволновка пешінде әр 15 секунд сайын шығарып, араластырып, қайта 15 секундқа салып, қайта шығарып, араластырып, осылай шоколадты толық ерітіп аламыз. Немесе водяной баняда да ерітуге болады. Толық еріген шоколадқа еріген какао майын қосамыз. Какао майды да дәл осы техникамен еріту қажет, немесе отта ерітуге де болады, бірақ өте баяу отта және араластырып тұрып ерітуіміз керек. Міне осылай толық ерітпей ала салуға да болады, өзі еріп кетеді, себебі какао майды толық ерітем деп қатты қыздырып алу қаупі бар. Какао майын шоколадқа қосып араластырамыз және температурасын өлшеп отырып, табиғи түрде араластырып тұрып 32-33 градусқа дейін суытамыз. Мен балконға шығып, терезені ашып, белсенді араластырып тұрып, тезірек суытып алдым. Міне керек температураға жеткен кезде микрио деген какао майын електен өткізіп, қосып, жақсылап араластырамыз. Бұл міндетті түрде жасалуы керек нәрсе. Себебі бұл темперирование деп аталады. Өте маңызды үдеріс. Себебі микрио ұнтағын қоспасақ, шоколад дұрыс қатпайды және қытырламайды. Бұл какао ұнтағын қосу арқылы біз өте оңай шоколадты темперировать етіп аламыз. Және шоколадтың температурасы да өте маңызды. Міндетті түрде өлшеуіміз керек температураны. Микрио қосып араластырған соң шоколадпен жұмыс жасау үшін шоколадтың температурасы 32-31 градус болуы керек. Енді тоңазытқыштан бір тортымызды шығарып, пленкасын алып, осындай кондитерлік темір торға орналастырамыз. Астына міндетті түрде бір ыдыс қоямыз. Себебі шоколадты құйған кезде шоколад сол ыдысқа ағуы үшін. Торт міндетті түрде толық суыған болуы керек. Сол кезде шоколад әдемі болып жатады. Осылай үстіне құямыз және үстінен бір рет кондитерлік палеткамен өтіп тегістеп аламыз. Шоколад тимей қалған жеріне де палетканың көмегімен жағып аламыз. Міне осылай шоколад ағуын тоқтата бастағанда палеткамен торттың астынан сәл көтеріп, ары-бері жылжытып шоколадтан тазартып аламыз. Абайлап 2 лопатканың көмегімен басқа ыдысқа ауыстырамыз. Міне осындай керемет үлкен 2 тортымыз дайын. Енді шоколад толық қатқанша тоңазытқышқа кем дегенде 1 сағатқа салып қоюымыз керек. Ал енді ішін көрейік. Қандай болды екен? Өзіме де қызық. Шоколад сынбай кесілу үшін мен ыстық пышақпен осылай кесіп алдым. Қараңыздаршы, қандай әдемі. Ал дәмін енді мүлдем айта алмаймын сіздерге. Қаншалықты дәмді екенін жеткізу үшін сөзім жетпейді. Бұны тек жасап, жеп көру керек қой. Міне құлпынайдан жасаған конфитюрімізді оригиналдағыдай әдемі болып ағып жатыр. Міндетті түрде жасап көру керек қой мына тортты. Ал енді TikTok пен YouTube'да жарып жүрген момент осы ғой, міне естіңіздерші. Керемет қытырлақ шоколад қалай әдемі үйлесіп тұрғанында сөз жоқ енді. Оны түсіну үшін тек жасап жеп көру керек. Қорықпай жасап көріңіз. Ал видеом ұнаса лайк басып каналыма тіркеліп алыңыз.
сәттілік!